Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін сабақта кім жоқ? Түгеліңіз ба? Ондай болса, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сіздерден бірінші үй тапсырмасын сұрап алайын. Біз бұған дейін Абай жолы роман эпопеясын талдап келеміз. Енді бұл Абай жолы роман эпопеясындағы ең маңызды үш ақпаратты, ең керекті екі қиындық тудырған екі жағдайды және ұнаған бір іс-әрекетті айтып жіберіңдерші балалар. Біз бұған дейін бұл тақырыппен таныстық. Кім қандай нәрсе байқады? Маңызды үш ақпарат. Айда ғой. Менің ойымша, Абай жолы романы осы күнге дейін өзінің ұлттық құндылығын жоғалтпаған үлкен шығармалардың бірі болып табылады. Бұл бір маңызды ақпарат. Тағы да? Бұл нағыз роман. Басқаша айтқанда, өмірдің тұтас қыртыстарын қопарған, тұрмыстың адамдар арасындағы құштарлық пен махаббаттың белгісін көрсететін айтулы бояулы картиналардың бірі. Яғни бұл қазіргі кезге дейін сақталған және де біздің де ұрпақтарымызда қалады. Дұрыс айтасың. Тағы да бір ақпаратты кім айтып жібереді? Маңызды үш ақпаратты айта қойыңдар дедім. Маңызды үш ақпаратты. Айта ғой. Бұл жерде мысалы Құнанбай өзінің баласын Абайды 13 жастан бері осы өзінің еліне алып келген кезінде өз баласын қатал ұстаған болатын. Өзінің елдерге өзінің ақылын айтсын, өзінің білгенін көрсетсін деп алып келген болатын. Және де Құнанбай өз баласын өте қатал түрде ұстаған. Бұл маңызды үш ақпарат сендердің ойларыңша, бұл менің ойымша бойынша. Енді екі жағдай. Қиындық тудырған қандай екі жағдай болды сіздерге? Қамқа мен Қодар оқиғасы. Қамқа мен Қодар оқиғасы, сіздер осы шығармамен таныса отырып, Қамқа мен Қодар оқиғасына қиын жағдайға душар болғанын байқаңдар. Тағы да екінші қандай жағдай болды сіздерге? Абайдың қаталдығы. Абайдың қаталдығы, жарайды. Енді осы шығармада ұнаған бір іс-әрекетті айта қойыңдаршы. Абайдың әкесінің Меккеде осы біздің қазақтарға қонақ үй салынған. Енді сіздер байқаған бойынша, ойларынша осындай ақпараттарды сіздер ойларына жинапсыңдар. Керемет, өте жақсы, тамаша жауап болды. Енді біз қызығушылықты оятайық ішінде. Біз бірнеше сабақ бойы осы көлемді шығарманы талдап отырғанда Құнанбай бейнесін ашайық және осы шығармадағы ұлттық құндылықтарды теріп көрсетейікші балалар. Оны біз қалай талдап едік? Құнанбай бейнесін біз қай жерде байқаймыз? Қаншалықты Құнанбай бейнесі бізге маңызды болды? Романдағы ұлттық құндылықтарды атап көрсетейік. Ал енді не дейміз? Кімде қандай ұсыныс бар? Қандай құндылықтарды біз айтар едік? Өздерінің ойларынша біздің негізгі сабағымыздың тақырыбы осымен ашылады. Құнанбай мейірімсіз болған, себебі ол Абайды оқытпаған. Бұл Құнанбай бейнесі, сенің айтуыңша бұл Құнанбай бейнесі. Сіздердің ойларыңызша? Мен жалпы Абайдың негізгі құндылықтарын айтатын едім. Ол ең бастысы қайырымдылық жасай білген, ашық бола білген, және де өзінің алған білімін шыңдай түсіп және елге паш ете білген деп айта аламын. Өте жомарт, әділетті кісі болған. Өте жомарт, әділетті, шыншыл кісі болған деп Құнанбай бейнесінде ашып отырмыз. Және осы жердегі құндылық Абайдың бейнесі. Айта ғой. Кім айтады деді? Құнанбайдың бейнесіне тоқталатын болсақ, Құнанбай негізінен қатыгез адам болған, ол Абайды оқытпады, Абайды білімге деген ынтасы болса да оны оқытуға тырыспады. Ол керісінше Абайдың ел басқаруға деген несін қасиетін арттыруға тырысқан болатын. Билікке итермелерді қалай шыққанда? Құтымыз зиян болды. Енді балалар бұл қандай роман? Тарихи роман. Роман дегеніміз жалпы не? Эпопея туралы ұғым. Ал осы роман басталғанда неден басталады? Оны біз әдеби тілмен теориялық одан кейін көркем шығарманы қорытындылай эпилог. Дұрыс айттыңдар. Енді олай болса біз сіздерді қазір
жаңа тапсырманы бастамас бұрын екі топқа бөліп алайын. Яғни бірінші топ ақиқат тобы, яғни сіздер жақтайсыздар, екінші топ әділет тобы, сіздер жақтайсыздар. Бірінші сандар сөйлейді стратегиясымен біз тақырыптың жалпы қай жылы, шығарманың қай жылы қашан аударылғаны туралы айтайық. Шығарма Абай жолы романы неше тілге аударылды? Иә. Қай жылы роман эпопея? 1919 жылы. Сіздер қосылыңыздар. Эпопеяда Абайдың неше жыл өмірі көрсетілді? 45 жыл көрсеткен. Абай трагедиясы қай жылы жазылды? 1919 жылы. Әуезовтің алғаш көркем шығармасы 1920 ол қандай екен? Қорғансыздық. Эпопея қай жылы жазылып бітті? 1920. Мемлекеттік сыйлық алған жылдар 1925. Енді осы жерде балалар, сіздерге мен қазір алдарыңызға дұрыс сұрақтарыңыздың барлығы дұрыс. Енді алдарыңызға мен постер жасауға қағаз бердім. Соған бір топ, бірінші топ ұлттық құндылықтарды топтастырыңыздар. Екінші топ романдағы Құнанбай бейнесін суреттеп беріңіз. Жомарт Құнанбай. Қайсы топтың жұмысынан болса, жауап беруге Біздің топта айтады. Бірінші мына топ айтты, айта қойды. Біреуін тұрып оқып Бізде берілген тапсырма Құнанбай бейнесін ашу болатын. Сіздерге берілген тапсырма Құнанбай бейнесін ашу. Романда Құнанбайдың бейнесі осылайша бейнеленген. Ол зымиян, қатал, мейірімсіз, озулы, қу адам болған. Тағы да қосатын болсақ, әміршіл, өктемдік иесі және әділетсіз болған. Мейірімсіз, қатал, зымиян. Тағы кімнің қандай қосары бар? Ол және де озбыр, сұңғылы адам болған, қырыс, азулы. Біз оның озбырлығын қай жерден көрдік тағы да? Біз оны айтар болсақ, ол көптеген соттарда қатал жазалар қолданатын болған, нақты халыққа деген жанашырлығы аз болған. Ең басты қытымыр болған. Ол кезде қандай сот болды бізде? Халық соты болды. Өзінің ауылында, өзінің болысында өздері үкім жазаға би болыстарды жинап, халық сотын жасаған. Ал сіздер жақтырышты. Бұл кісілер Құнанбайды даттап отыр. Сіздер не дейсіздер? Екінші топ, ақиқат тобы. Сіздер ақиқатын айтыңыздар,
Ұлттық құндылықтардың ең бастапқысы қайырымдылық деп танитын едім. Және де мейірбандық, ынтымақтастық, отаны мен тілін сүю, жауапкершілік, дарындылық, адамгершілік, құрмет көрсету және де өмір бойы оқу, ашық болу, жомарттық көрсету және де өз еліне деген махаббатын айқын көрсете білген адам. Сіздер бұл жерде құндылықтарды айтып отырсыздар және Құнанбайдың жақсы қасиеттерін айтып отыр. Ақиқатын айтып отырсыздар, дұрысын айтып отырсыздар, иә? Сіздер жақтап отырсыздар. Сіздер даттадыңыздар. жазушы, ақын, Көріпкел болған ол кісі. Дұрыс айтасыздар. Енді олай болса біз енді осы жерде біз жаңа Құнанбайдың озбырлығын айтты. Сіздер қай жағынан ол кісіні ақтап аласыздар? Ол неде, Меккеде мешіт салған. Меккеде арнайы қазақтарға мешіт салдырған. Яғни Өзі қажет қалған кезде. өзіміздің жаңағы қазағымның ұлты келсе, өзімнің бауырларым келсе деп Мекке Мәдинаға қажылыққа барғанда мешіт салдырған. Мешіт салдырған. Жарайды. Онда келесі тақырыпқа көшейік, үшінші тапсырма. Сіздерге менің де бар. Бақталастарыңнан әрі шешен, әрі мырза, әрі жақсы деген баға алған Құнанбай шын мәнінде озбыр жан ба? Деп сіздерге сұрақ қоямын. Дебат түрінде сіздер осыны талдап бере қойыңыздар. Сіздер шешен, мырза деп отырсыздар, жомарт деп отырсыздар, жақсы деп отырсыздар. Сіздер ол кісіні даттап отырсыздар. Осы жерде енді өздер қысқаша сөз талас ұйымдастырыңыздар. Ауызша болады ма? Иә, әрине. Құнанбайдың озбырлығы туралы айтатын болсақ, ол Абайды бала кезінен ешқандай оқуға бермеді. Абайға деген қаталдығын көрсетті. Осылайша Абайдың бойында өзінің зиянын тигізіп, Абайдың қаталдығын басым қылып жіберген болатын. Ал Зере әже болса, керісінше оны ақтап алуға, Абайға деген жақсы қасиеттерді беруге тырысты. Сонда да Құнанбайдың осы озбырлығы Абайдың бойында қалған болатын. Абайдың бойында озбырлық қалды, иә? Қанша дегенмен әкеден алған не бар? Әкеден қалған жолмен келді ғой олда. Сол әкесінің ізін басты. Әкеден қалған тәрбие, иә? Ал сіздер не дейсіздер? Сіздер қолмен істегенді мойнымен көтер деген. Осы жерде Құнанбайдың берімсіз деп қарадыңыздар. Өте озбыр дедіңіздер, қатал дедіңіздер. Осыны біз қай жерден көреміз? қамқа мен Қамқамен қолдары өлімінен көреміз. Жаңағыда Абайды оқытпай 13 жасынан бастап билікке араласып кетуіне ықпал жасаған, елісіне араластыру үшін ауылына әкеліп ары қарай 13 жастан кейін оқытпай қойғанын біз жаңағы Құнанбайдың бейнесінің қаталдығынан көреміз. Одан кейін бұл жерде Кәмшат әмірдің өлімі жайлы. Құндауымен Меккеге барғандағы өзін неліктен ол Меккеге барғанда өзінің бойындағы жаман қасиеттерді жуып шаю үшін барды деп санады ғой. Деп санайды, иә, сөйтіп ойлаймын. Ал сіздер ше ақиқат тобы? Мен Құнанбайды рухани таза адам деп санайтын едім. Себебі оның қазақтар үшін Мекке салдыртуы және де оның өзі сол жаққа барып өзінің айыбын жуып шаю үшін істеген іс-әрекеттері және де Қамқа мен Қодар оқиғасынан мен оны шыншыл адам деп танитын. Шыншыл адам деп Құнанбай қанша дегенмен де Абайдың әкесі ғой, сондықтан да Құнанбайдың арқасында да Абай өзі адам болған, сондықтан да сол үшін Құнанбайдың өзінің әкесінің арқасында қазіргі не істеп оқып атын шығарды. Әкесі сияқты данышпан, көріпкел, ақылгөй, жомарт, әділетті адам болды. Дұрыс айттыңдар, өте. Елдің тұтастығын және елдің халқының қамын ойлаған, елдің келешегін ойлаған, болашақты ойлаған адам. Яғни Құнанбай рухани таза адам деп сендер онdan осылай жақтап отырып, рухани таза адам ретінде көресің келеді. Одан кейін Құнанбай халқының қандай азаматы болды? Қамқор азамат. Өзінің елін, отанын сүйген адам болған. Елін, халқын, жерін, отанын сүйе отырып, біз Құнанбайдың бойынан және Абайға берген тәрбиесінен оның қандай адам екенін білеміз. Өне бойы Құнанбайды біз
жақсы жағынан, жаман жағынан болса да, қай жағынан болса да тепе-тең көрмеуіміз керек. Бұл жерде несі басым болды? Жақсылығы басым. Ашуы мен қайратын қатар ұстай білген адам болған. Өте тамаша, керемет, жақсы. Бірге ұстаған өзі алланың алдында өзінің дәрежесін көрсетті. Сондықтан кітапты жақсы жағынан көреміз. Өте дұрыс айтасыңдар. Жақсы жағынан қалды. Әрбір жауаптарына, әрбір сіздердің жаңағы даттап жатқандарға, жақтап жатқандарға сіздерге мен осындай жақсы жағын ескеріп баға беріп қояйын. Яғни енді әрі қарай біз 4-ші тапсырмаға ауысайық, ондай болса. Өте жақсы жауаптар айтылды. Дәптермен жұмыс балалар. Мына жерде берілген ас және сауын айтып ас берілген тіркестердің мағынасымен жазып ала қойыңдар дәптерлеріне. Дәптермен жұмыс. 5 минут уақыт. 2 сөйлем. Ас бүкіл халыққа белгілі тұлғалардың қайтыс болғанда, жыл толғанда берілетін асы екен, сауын айту дегеніміз, сауын айтып бас берді деген тіркес тұр. 4 тарап жұртқа астың үкіметі туралы алдын ала хабар берілетін сауын айту. Осы 2 тіркесті дәптерлеріне жазып ала қойыңдар. Мына бір несін жолын ұнатып, екінші сөйлемді ұнатып оқиғын. Ас бүкіл халыққа белгілі тұлғалардың қайтыс болғанда, жыл толғанда беріледі. Келесі. Сауын айтып ас береді. 4 тарап жұртқа астың өзегіне туралы алдын ала хабар береді. Негізінен ол 6 ай немесе 1 жыл бұрын таралатын хабар болады. Ол негізінен көбінесе үлкен астарда солай жасалынады. Яғни сол кезде үлкен ұмтылған малы бар қазақ үлкен астар берілген, жылқы шаптырып, ат шаптырып, кәдімгідей үлкен ас беріліп отырған. Дұрыс. Енді біз осы неден Сенкуэн әдісімен 5 жолды өлең стратегиясын талдап жіберейікші. Балалар, Сенкуэн немесе 5 жолды өлең стратегиясы бірінші зат есім, сын есім, етістік, яғни осы үшеуіне және 4 сөзден құралатын сөйлем, яғни ойды түйіндеу және сол сөздің бір синоним сөзін жаза қойыңдар. Мысалыға кім? Құнанбай. Құнанбай қандай? Ол не істеді? Синоним. Осыны тездетіп жазып жіберіңдер, 2 топ өздерінің ойларыңды және оқып бересіңдер. Біткіндері болады? Құнанбайға мінездеме емес. Бұл өлеңді Құнанбайға абайға емес. Құнанбайға мінездеме абайға емес. Дайын болса, бала? Дайын стати. Айта алыңдар. Так. Бірінші кім? Құнанбай. Екінші қандай? Құнанбай жомарт, қайырымды, адал кісі болған. Және адал кісі болған.
ішке не істеді, өзінің артынан жол қалдырды, бірнеше қайырымды іс жасады, би болды. Төртіншіге әділ, тік мінезді. Әділ, Тік мінезді. Кімде қандай тағы да ой бар? Кім жазды қандай? Қайда ғой? Біріншіге Құнанбай, екінші әділ, шыншыл, ұлтшыл. Үшінші әділ шешімдер қабылдады, Меккеге өзінің атынан өз отанындағы адамдар үшін мешіт салдырған болатын. Төртінші Құнанбай өз елі үшін, өзінің туып өскен жері үшін бар күшін салған кісі болатын. Синоним сөз патриот, ұлтшыл. Ұлтжанды адам. Тәте жүрмесем бола ма? Құнанбай емес, мешіт салдырған абай болады. Құнанбай өзінің кінәсін өтеу үшін салдырған болатын. бір зат есім Құнанбай, екінші есім абыройлы жауапкершілікті, үш етістік мешіт соқты, терең ойлай білді, би болды. Және де 4 сөзден тұратын сөйлем өз елін қорғай білді, және де бір синоним сөз ақиқат. Ақиқатты айта білген. Бұл сандарма сіздерде айта білген. Жәнесім Құнанбай. Екінші есім шешен көптен. Етістік елдің басын қосты. Әділетті болды. Және де 4 сөзден тұратын сөйлем. Қара қылды қағжарды. Синоним әділ, шыншыл. Жарайды. Енді балалар, келесі тапсырма өте жаңағы тапсырмалардың рет-ретімен Синквейн әдісін 5 жол өлең стратегиясын біз талдап біттік. Синквейн әдісінде өздеріңіз көріп отқандай жаңағы тапсырмалардың бәріне сұраққа мен жауап алдым. Енді олай болса ары қарай 5-ші тапсырмаға өтейік. Бұл жерде балалар Қарашығым, Қоңырқозым, Абайдың сүйікті аналары Зере мен Ұлжан. Ел анасы атанған Зере баласы Құнанбай алдында неге әлсіз? Ол қандай әлсіздік? Осыған жауап бере қойыңыздар. Яғни романға үңілсек, Өйткені Абайдың әжесі Зере сүйікті немересі болған, және де оны қатты еркелеткен, өзінің баласында етіп тәрбиелеген, және де Абайдың Абай болғаны осы әжесінің арқасында болған. Әжесі мен Анасының Ұлжанның арқасында болған. Оның, яғни көптеген әйелдер мінезі осы кісілердің бойынан таралған деген. Дұрыс айтасыз. Ел анасы атанған Зере сол кезде ел анасы атанған. Тек қана ол Құнанбайдың анасы ғана болып аталған жоқ. Ол жалпы сол жердегі халыққа өзінің батасын берген, өзінің өсиетін айтқан үлкен аналар орнынан табылды. Яғни, бірақ ел анасы болғанмен Зере Құнанбай алдында неге әлсіздік көрсетеді? Неге әлсіздік көрсетеді? Айта қойып. Менің ойымша ол өзінің баласының алдында, немересінің алдында ешқандай әлсіздік көрсеткен жоқ. Керісінше ол Құнанбайдың өзінің баласына сондай жаман қасиетінің дарымауы үшін Құдайдан дұға тілеп, Құдайдан осындай жалынушылықтар, жалбарынушылықтар жасаған болатын. Құнанбай Зере әжесі негізінен Абайдың Абай болуына үлесін қосқан үлкен бір тұлғаның бірі. Ол Абайды Абай етіп тәрбиеледі. Одан соң әжесі, үлкен әжесі Абайға ұшқан кезде баласын өзінің құшағына алып, баласының ондай көңіліне қатты қаяу түсіруіне жол бермеген болатын. Сіз Абайды айттыңыз деді алған, біз Құнанбайды сұрап отырмыз. Құнанбайдың алдында неге әлсіз? Сіздер мені жақтап алмайсыңдар. Неге жақтап алмайсыздар? Құнанбайдың алдында Зере неге әлсіз? Құнанбай қыз қатал болғанмен де. Дегенмен. Зере Құнанбайдың алдында ешқандай әлсіздік көрсетпеген. Оны керісінше ықтырып отырған. Ықтырып отырған. Не? Қай жерінде ықтырып отырған? Қорқытқан келіндерімді. Ажарын сездіме жуас етісті заман басқа әйел сөйлеп, әйелде ел басқаратын және билік айтатын заман емес еді ол уақытта. Қорқытқан келіндерімді, оны есей деп қатты оған зерттеп отыратын. Сонда да қанша дегенмен ол ана. Құнанбайдың анасы. Құнанбайды ықтырып отыратын жерлері осы. Біздің қазақ тәйт деген сөзден не қылмыш еді? Тәйт деген сөзден. Міне ананың тәрбиесі. Зел анасы атанған Зеренің тәртібі Құнанбайға зор ықпалын тигізді. Ананың алдында
кез келген бала әлсіз болады. Бірақ бұл жерде Зерені әлсіздік танытты деп ойламаймыз. Өзінің тайт деген қиын сөзімен ғана ол Құнанбайды ықтырып отырған екен. Келесі ол қандай әлсіздік деп айтар едім, мына жерде сұрақ тұр. Қандай әлсіздік? Әдет ғұрып, ескі салтын заманы болатын. Ол сол феодалдық замандағы әйелдер теңсіздік тудырған әлсіздік, заман әлсіздігі. Туған анасы туған баласынан үкім айта алмайды. Себебі әйел қоғамдық іске араласпауы керек. Өйткені ол қандай ақылды болса да төмен етікті, отбасының ғана адамы. То есть әйел адамы еркек адамнан бір саты төмен тұрған. Дұрыс айтасың. Міне, бұл қағида шариғат заңына бағынған біздің мұсылман халқының ең басты қағидасы. Етекті, төмен етекті дегеніміз ұзын көйлек дейміз ғой. Міне біз қазақ баласы осыдан тыйымнан біз тәрбие алдық. Біздің үлкен құндылығымыз балалар, осы жердегі үлкен құндылығымыз Абай жолы романда керек десеңіздер, сонау бүкіл бір елді басқарып отырған Құнанбайдың өзінде үлкен құндылық жатыр. Ол анадан тыйылу, яғни ананың сөзінен асып кетпеу. Өзінің анасын сыйлау. Ананы қадірлеп сыйлау болатын. Енді ұлттық құндылық бұл ананың балаға деген махаббаты, ананың сөзін сыйлау, сол кездегі өзіміздің салт дәстүрімізді әрі қарай дәріптеу болатын. 6-шы тапсырмаға тоқталайық. Онда балалар өте жақсы жауап алынды. Сіздерге мен тағы да өзімнің бағалау несін беріп қояйын. Мінекей балалар, сіздердің жаңағы балаларыңызға сәйкес, жауаптарыңызға сәйкес бағалау шаршыларын беріп отырмын. Енді әрі қарай тарауларға тоқталып кетейік. Ондай болса, біз Абай жолын оқып отқанда қанша тараудан тұратынын білдік. Тараулардың ең бастапқы санамалап айтатын болса, Абай жолының, Құнанбай жолын көрсететін тарау қай жерде? Қай жерде? Қай бөлімдерде? Шытырманда дағда, дұрыс айтасың. Қайтқанда қат-қабат шытырмандар арқылы осы жерде Абайдың біз қандай зор жетістіктерге жеткенін көреміз. Келе жатқан Абайды көреміз. Ал келесі қияда өрде белгілі шытырмандар қайтқанда бұның барлығы сол жаңағы Абай жолы романында айтылған қат-қабат шытырман оқиғалардың ішіндегі оқиғалар. Енді олай болса, осы тараулар бойынша сендер түсініктеме алдыңдар, түсініктемені бердіңдер. Енді тағы бір айналым бар. Бұл бір-бірімізбен жаңағы интервью, бір айналым сұхбат ретінде бір-бірімізге интервью берейік балалар. Топ басшыларына сұрақ қояйын. Бірінші топқа, сол заманда өзің Құнанбай орнында болсаң не дер едің? Негізінен Мұхтар Әуезов ол шығармада Құнанбай бейнесін өте қатал қылып бермеген, және де түсіне біліп оқыған адамға ол өте түсінікті роман эпопея деп түсінемін. Және де қылды қанжарған әділдігінің арқасында кез келген ауыл болысы болып, және де көптеген дауларды, дамайларды өздері ақылдықпен шеше білген. Және де мен оны ақтап алғым келеді, себебі көбінесе Қамқа мен Қодар оқиғасында көбісі оны қатыгез деп есептеуі де мүмкін, бірақ ол өте шыншыл, таза ниетті адам болған. Таза ниетті, әділетті болған, ең бастысы әділетті болған. Балалар, сіздер не дейсіздер? Бұл біз бірінші топқа берген біздің сұхбатымыз болатын. Бұл жерде топ басшысы алдына өзі сұрағына жауап берді. Келесі топқа сіздерге сұрақ. Құнанбайдың қатал өктемдіктің өкілі етіп суреттеуінің сыры неде жатыр? Неде жатыр? Автордың бұл романда Құнанбайды қатал озбыр адам ретінде суреттеуі ол сол замандағы жағдайларға байланысты болған. Құнанбай бейнесін жасаудағы шұғыланың басты себебі сол кездегі саясатқа және саяси ахуалға байланысты болған.
Ол кездерде молдаларға, байларға өздеріне мақтап сөз айтпақ түгілі жандарына барып сөйлеудің өзі қате нәрсе болған. Қорытындылай келе, жазушы сол заман талабына бағынды және заманды солай сөйлетті. Сол кездегі заман солай сөйлеп кетімізде. Ал енді отыра қой дұрыс айтасыз. Балалар, енді біз мынандай тапсырма берейік қазір сендерге. Екеуің де өз жаңағы ойларыңды айттыңдар. Екі топ басшысы да өз ойларын жеткізе білді. Екі топ басшысына біз қандай тағы да басқаларының қандай ойлары бар, қосатындарың бар болса, осы жерде қосып айтып жіберіңдер. Алтынайға кім не қосар еді? Тағы да қандай ой қосар едіңіздер? Және Динаға қандай ой қосар едіңіздер? Абай жалпы біздің маңдайымыздан біткен бақ, яғни біздің осы қазіргі жастарды, ұрпақты осы өзінің өлең жолдарымен жазылған романымен бізді сусындатып өзінің бойымызға сіңіріп келе жатыр. Жалпы мен Абайдың мынандай құндылықтарын айтатын едім. Жалпы ол өмір бойы кітап, яғни біліммен сусындап өскен адам, және ол ашық бола білген, жомарт адам болған, шыншыл бола білген, және өзінің халқын, елін ойлаған, сол заманның белгілі бір тұлғалы азаматы болған деп суреттейді. Әлі де бізге тұлға, біздің кредомыз, қазақ халқының кредосы. Ең бастысы, біз Абайдың шығармаларымен сусындағаннан бұрын мұны әлем таныған. Және көптеген мемлекеттерде Абай Құнанбайұлының ескерткіштері орнатылған. Және де 116 тілге аударылғаннан кейін олар да қазіргі күнге дейін сақталып келе жатыр. Және де өте құнды шығарма болып табылады. Өте құнды. Құндылығы осы жерде, қайта ғой Жұлдыз. Басқа шетелдерде осы Абай Құнанбайұлының 200 томдық кітаптары бар. Және де осы кітаптың соңғы сериясы Санкт-Петербург пен Мәскеуде шыққан. Осы жылы ғана Абай Құнанбайұлға Түркия елінде ескерткіш салынған болатын. Түркия елінде. Ал кімде тағы қандай ой бар, Дилера? Бүкіл елге әлемге танымал. Өзің ойыңды айтшы. Бізде мысалы өзіміздің елбасымыз айтып кеткендей, ең бірінші орыс тілді білгің келсе, Абайды оқы дейді. Сондықтан біз мысалы осы Абай арқылы біз өзіміздің тарихымызды нақты біле бастаймыз. Өзіміздің мысалы Абай өмір бойы өнерді жақтап келген. Мысалы өнерді көп адам бұрынғы заманда мысалы өнерді жақтамаған ғой ешкім. Ал Абай болса осы өмір бақи өнер деп келген болатын. Біз үшін Абайдың құндылығы болды, және жалғасып келеді, және де ол ешқашан да жоғалмайды. Біз енді Абайды танымаған білеміз, осы Абайды зерттеген қандай ғалымдар бар еді? Абай танушылар өте көп қой. Ол Мұхтар Әуезов әлемге танытты, жазды. Мырзақов, Дулатов, Барсоқаров, Әлемхан. Ол кісілер Мырзақып Абай несімен, поэзиясымен сусындаса, Байтұрсынов ол кісінің шығармаларынан көптеген өзіне жинақтаған бойындағы дарынын елге паш етсе, жалпы мен сұрағымды дұрыс түсінемін. Бұл жерде сұрақ қойылғанда, қай ғалым зерттеген еді? Ахмет Байтұрсынұлы, Шоқан Уәлиханов, Мырзақов, Дулатұлы зерттеген болған. Ахмет Байтұрсынұлы ең алғаш Абай туралы өзінің қазақ газетінде осы халыққа Абайды таныту мақсатында сол туралы Абай туралы шығарма жазған болатын. Шығарма жазған. Қазіргі замандағы зерттеушілерге қарасақ, Ақсел Өсейінбетов, Мырзахметов, Кенжебек. Міне осы кісілердің зерттеулерімен біз Абайды әлі де тануымызға тура келеді екен. Біз тек қана зерттеулерге қарамаймыз, біз бойымызға дарыған сонау мектеп табалдырығын аттап, осы партаға отырғаннан бастап біз Абайды ең бірінші орынға қойып сол кісімен сусындап келе жатырмыз. Енді олай болса, сіздерге мен қазір тапсырма беремін. Осы бүгінгі сабақтан тағы да қандай үш маңызды ақпарат жинадыңдар? Қандай үш маңызды ақпарат жинадың? Бүгінгі сабақта тағы қандай мәселелер қиындық туғызды? Бүгінгі сабақта ұнаған бір нәрселерді айтыңдар. Бір маңызды ақпарат айтыңдар.
Бүгінгі сабақта маған арналған бірінші ақпарат ол Құнанбайдың өз атынан өзінің ұлты үшін Меккеде мешіт салдырғандығы болатын. Ал ұнамаған ақпарат оның қатал шешімі болды. Одан соң сыни көзқарастардың қалыптасуы негізінен менің ойымша жайдан жай болмайды. Себебі Құнанбайдың кемшіліктері болған. Сол кемшіліктерге байланысты Құнанбайға деген сыни көзқарастар қалыптасты. Құнанбайға деген сыни көзқарастар қалыптасты. Кімде тағы қандай екі маңызды ақпараттар, қиындық, не қандай маңызды ақпарат болсын, қиындық туылсын. Бірақ тәте жаңа айтып жатырды ғой, арғы топтағы адамдарша, мысалы, керісінше нелер сыни ойлар қалыптасты депше, бірақ мен оны қате деп санайтын едім. Сол заманда мысалы бір әділеттілік орнамаса, ол соңына дейін сөйтіп кете беретін еді. Сол уақытта сол дау-дамайды шешіп, бірден дұрыс шешім қабылдаса, ол екінші рет қайталанбайтын іс-әрекет болады деп ойлайтын едім. Және де істеген әрекеттің барлығы дұрыс деп ойлаймын. Оның қатыгездік жасағандығында емес, ол кезде өте әділ адам болды. Ол әділдігі бойынша ол қатыгез болып көрінді елдерге. Негізінде ол мысалы әрдайым тек әділ шешімдер қабылдаған болады. Әділдігінің арқасында ол елге тек көріністі болып қалды, қатыгез адам ретінде. Көрінді, иә? Бүгінгі ең қиын нәрсе маған болған Құнанбайды даттау болды. Даттау болды. Сіздің топ даттаушы топ қой, дұрыс айтасыз. Сіздердің топ даттаушы болды. Сіздер енді жақтап отырсыздар. Тәте біз есте қаларлық жарқын образдарды көрдік, өзімізге алдық ұлттық құндылықтарды. Бұл сендерге бойларына және сол замандағы Құнанбайдың және Қамқа мен Қодарға істеген әрекеті, бұл барлық сол уақыттағы заманның адамдарына үлкен сабақ болады еді. Бұл біздің ол жердегі істеген әрекеті біздің шариғатымызға, заңымызға қарсы нәрсе екенін аша білді. Оны Құнанбай дұрыс жазалады ма? Әрине. Ол шариғатта да солай жазылған болады. Негізі ол қылмыстың жазасы сол. Ол шариғатқа сүйене отыра көптеген билер кеңесін жасап, сол кезден ғана жазалады ғой, бірден не істеген жоқ, толығымен зерттеп барып жазалады. Сосын Аба Құнанбаевтың осы біздің уақытқа жетіп отқан 3 талабы бар осы қазақтың жастарына. Бірінші, моральды түрде шыншыл болу және де ойыңды ашық айта білу. Және де екіншісі тұрақтылық және үшіншісі әділетшілдік. Осылар арқылы біздің болашақ ұрпағымыз жақсы болады. Тағы да қандай 5 талап қойды ғой? Осы 5 нәрседен бес нәрсеге қашық бол. Адам бол. Болды, ары қарай. Ондай болса сіздерге балалар, осымен біз Абайдың құндылығы және Құнанбайдың бейнесін аша отырып, көптеген мағлұматтарды бойымызға сіңірдік, жинадық көреді. Бұл жерде біздің енді айтып кететін нәрсеміз, осы өмір бойына біздің бойымызға қалыптасып қалған құндылық бұл Абайдың бүкіл поэзиясында, бүкіл 45 қара сөзінде, Абай жолы Мұхтардың бізге танытқан, Абайды танытқан роман эпопеясында үлкен деген не жатыр? Құндылық жатыр екен. Сол құндылықтың барлығы біздің бойымызға сіңірілуі керек. Біз оны болашақта да, келешектегі соңымызға ерген ұрпақтарымызға да құндылықты дарыта білуіміз керек. Ол үшін ең бірінші не керек? Білім керек, тәрбие керек, өзіңді өзің тануың керек, шыншылдық, әділеттілік. Құнанбаймен өзіңді жеңе білу керек. Өзіңнің бойыңдағы нәрсіңді тыйып, жеңе білу, және ең бастысы оқуға, білімге келгенде не таныту керек? Талпыныс керек, және сабыр керек. Осының барлығы біздің Абай шығармаларында танытылған дүниелер. Олай болса, мен сіздерді қазір бағаламас бұрын екінші топқа да өз ойларымды жазып кету үшін мына стикерларға өздерінің қандай ой қалыптастырғандарыңды жазып, іліп, мына тұрған тақтаға іле қойыңдар. Ойларыңды жүріңдер, ұнаған 5 нәрсе, ұнамаған 5 нәрсе. Ала қойыңдар.
жаңағы жақсы түсінгендерің жасылға жаз, аздап түсінгендерің сарыға жаз, түсінбегендерің қызылға жаз. Жазу стикер берді ма? жетпейді екен. Бүгінгі сабақтан алған маңызды ақпараттарды біле қойыңыздар. Көңіл күйлерің қалай болды? Олай болса балалар, ойларыңызды жазып болсаңыздар, үйге тапсырмалар, үйге тапсырма. Адам баласының бәрі дос. Әкесінің баласы адамның дұшпаны. Адамның баласы бауырым деген даналық сөз, бұл Абайдың сөзі. Адам деген кім деген сұраққа өзі берген жауабы. Абайдың өзі берген жауабы. Ал бүгінгі қоғамда өздерің Абай айтқан адамның баласы бауырың атты тақырыпқа үйден өздерің эссе ретінде жауап жазып беріңіздер. Түсінікті ме?